22 жылы Ташкентте арабша әріппенен мынау кейін бәрі жоққа шығарып, анау алашорда мынау ұлтшыл деп нығылғаннан бұрын ilgeride 22 жылдар Ташкентте арабша әріппенен үлкен бір том кітап болып Абай шықты. Мағжан Жұмабаев шықты. Сосын Ахмет Байтұрсыновтың Крыловты қалдырған мысалдары мен өзінің өлеңдері шықты. Осы 3 том кітапты біз 22 жылы интернетте оқып жүрген балалар, интернеттің скылаты сол көзді кітапхананың скылаты болды. Осы мына бір кітап саудасының. Сол жерден бір тесік тауып алып біз кітап ұрлағып. Кітап ұрлағанда осы кітаптар қолымызға түсті. Мен сол жылдары Мағжанды жатқа білдім. Сол соғып декламировать етіп соғатындығымыз. Келші жаным, күндетіңді көрейін, сүш сәулем тұншығым мен өлейін. Келші жаным, жып қана жібеттей, жұлдызы жүзіп айдал қағып берейін дегенді қашадай болып сонда жатқа айтатындығымыз. Болмаса анау азамат анау қазақ қаным десең, жұмақтың суына бер жаным десең, болмаса ібіліс болда уалып бер, тоқтатам тұшықтырып қаным десең дегендер. Онда бізге ешкім мұны айтуға болады, мұнаны айтуға болмайды демей, интернетте өзіміздің құлымыз бар. Аңғай кештер, сауық кештерін ұйымдастырамыз, біріміз өлең айтамыз, біріміз тақпақ айтамыз. Сондағы біздің айтатын өлеңдеріміз осы Мағжанның өлеңі, Абайдың өлеңі болатын. Соларды біз сол көзден жатқа білдік айналайын. Демек біздің ұстаздарымыз осы ақындар. Сол кісілер, сол ақындар.